Қызылорда облысы көптеген көлік жолдарының қиылысында орналасқан. Көлемі жағынан Қазақстанның 4-ші өңірі. Қазақстанның бұл өңірі әлемдегі ең алғашқы және ірі іске қосу кешені Байқоңыр ғарыш айлағының арқасында дүние жүзіне кеңінен танымал. Қызылорда облысы Қазақстанның пайдалы ресурстарға бай өңірлерінің қатарына кіреді. Мұнда мұнай өндіру, уран және тау-кен өнеркәсібі жақсы дамыған. Өңір түсті және сирек кездесетін металдарға бай және экономиканы әртараптандыру үшін барлық жағдай жасалған. Экономиканың агроөнеркәсіптік кешен, құрылыс материалдарын өндіру, туризм сияқты салалары дамудың жоғары әлеуетіне ие. Бүгінде Қызылорда облысы Қазақстандағы күріштің ірі өндірушісі болып табылады. Елімізде өндірілетін күріштің 90% осы өңірдің үлесінде. Соңғы 5 жылда облыста жалпы алғанда 50-ден астам өнеркәсіптік объектілер, оның ішінде 16 ірі және орта объекті іске қосылды. Бұған дамыған өнеркәсіптік инфрақұрылымының болуы ықпал етеді. Облыста 6 индустриялық аймақ жұмыс істейді. Сонымен өңірге инвестиция салудың 5 себебі: тиімді орналасуы, бірегей шикізат базасы және дамыған өнеркәсіптік инфрақұрылымы, экономиканың кең салалық бағыты, инвестиция ағынының оң серпіні, инвестицияларды қолдау және қорғау жүйесі. Қызылорда облысына инвестиция салыңыздар. Гүлденуге инвестиция салыңыздар.